Құрманың да зияны бар екенін сіз білдіңіз бе? Кімдерге құрманы жеуге болмайды? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Құрма балғын күйінде де, кептірілген күйінде де пайдалы, макро-микроэлементтерге толы жеміс. Оның құрамындағы қоректік заттар ағзаға өте пайдалы. Алайда гастроэнтеролог маман құрманың кей адамдарға зиян екенін айтады. Құрма құрамындағы калий жүрек-қан тамыр жүйесінің қалыпқа келтіріп, қан қысымын реттеуге және гипертонияның алдын алуға көмектеседі. Сондай пайдалы қасиеттеріне қарамастан, құрманың құрамында қант көп. Ағзадағы қанттың көп мөлшері инсулиннің көмегімен дене жасушаларына сіңіп, энергия ретінде пайдаланатын глюкозаға айналады. Ал қантты шамадан тыс тұтыну жасушалардың инсулинге деген сезімталдығын төмендетеді. Нәтижесінде глюкозаның сіңу процесі баяулап, ал қанттың артық мөлшері қанда қалады. Сондай-ақ ол екінші типті қант диабетіне де әкеліп соғады. Қантты шамадан тыс тұтыну артық салмақтың жиналуына және көптеген созылмалы аурулардың, соның ішінде жүрек-қан тамырлары ауруларының асқынуына себеп болады. Сол себепті артық салмағы бар және қант диабетімен ауыратын адамдарға құрма аз мөлшерде жеген дұрыс. Сонымен қатар құрма газ түзілу процестерін арттыратындықтан, асқазан ішек аурулары бар адамдарда аталмыш жемісті сақтықпен тұтынған абзал. Құрманың құрамындағы пайдалы дәрумендер мен минералдар бөлігін алу үшін күніне 3-4 құрма жеген дұрыс. Жемістің құрамындағы қант жүйке жүйесін ынталандыратындықтан, құрманың күннен бірінші жартысында жеген пайдалы. Құрма тым тәтті болғандықтан, оны сұлы, сүзбе немесе йогурт, тіпті салаттар секілді түрлі тағамдарға қосуға болады. Сондай-ақ құрма жеу асқазанда түйіннің пайда болуына әкелуі мүмкін. Құрманың құрамында сіңуі қиын тағамдық талшықтар мен таниндер бар. Асқазанның сөл бөлу функциясы дұрыс жұмыс істемесе, фитобезеуар өсімдік талшықтарынан тұратын түйін пайда болуы ықтимал. Құрманы түскі немесе кешкі астан кейін десерт ретінде қабылдауға болмайды. Сондай-ақ ұйықтар алдында да жемеген абзал, өйткені ол асқазанда ауырлық пен жайсыздыққа себеп болуы мүмкін. Одан бөлек, балалар, егде жастағы адамдар және қант диабетімен ауыратындарға құрманы шамадан тыс мөлшерде жемеуге кеңес беріледі. Құрманың сорты мен консистенциясына байланысты жеміс қандағы қант деңгейіне әртүрлі әсер етуі мүмкін. Құрма неғұрлым тәтті және жұмсақ болса, ол соғұрлым жақсы сіңіп қандағы қант деңгейін арттырады. Сондықтан құрманы мұқияттылықпен тұтынғаныңыз дұрыс болады. Осы және басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.